Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пловтың рецептімен бөлісемін. Шашылып, жабыспай әдемі болып піседі. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда менің видеомды жаңа видео шыққан кезде жіберіп алмай көресіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен етімізді тураймыз. Етіміз дайын болды. Енді сәбіздерімізді тураймыз. Екі түрлі сәбіз тураймын. Біреуі қызыл, біреуі сары. Сонда әдемі түс береді пловымызға. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымыз да дайын болды. Енді сарымсақтарымызды тураймыз. Сарымсақтарымыз да осымен дайын болды. Енді қызып тұрған қазанымызға май құямыз. Үстінен пиязымызды саламыз бірінші. Кішкене қуырып аламыз пиязымызды. Енді үстіне етімізді саламыз. Етімізді салып, әбден қуырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Енді үстіне чесноктарымыз саламыз, сарымсағымызды. Жақсылап араластырып қуырамыз. Енді сәбіздерімізді салып қуырамыз. Дәміне қарай зирадан саламыз. Әбден қуырылып болды. Енді үстіне етімізден асырып, салқын суымызды құйып, қайнатамыз. Міне менде қайнап жатыр. Енді еті жұмсарып пісіп қалды. Үстіне жуылған күрішімізді саламыз. Бетіне су кішкене еселеп құямыз, күріштен сәл ағаны асырып. Қатты газын астын көтеріп қайнатамыз. Суы осылай қатты тартылу керек. Міне бізде суымыз тартылды. Енді баяу отта 40 минут астын басып пісіреміз.
Міне пісіп шықты. Пловымыз өте дәмді, шашылып тұрып, жабыспай әдемі болып пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, пловтарыңыз керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Тағы да дәмді рецепттер шығады. Сол рецепттер шыққанда жіберіп алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар, баршаңызға ас болсын.